Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Қазір хит болып жатқан осындай тюльпан самсасын пісіремін. Ингредиенттардың бәрі торлық описанияда жазып кеткен. Видеоны соңына дейін көріңіз. Қамырына керек өнімдер ұн, сүт, айран, жұмыртқа, разрыхитель, тұз және өсімдік майы. Салмасына ет маймен араласқан, одан кейін шырынды болу үшін орамжапырақ қосамыз және бір дана жуа, тұз, қарабұрыш дәміне қарай және бетіне әсемдеу үшін күнжіт. Ең алдымен біз қамыр илейміз. Ол үшін біздің ыдысымызға айранды құямыз. Одан кейін сүтімізді, өсімдік майын, тұз қосамыз және бір жұмыртқаны толығымен қосамыз. Одан кейін бір дана жұмыртқаның ағын ғана аламыз да сарысын бетіне қалдырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнға разрыхительді қосамыз да жақсылап араластырып аламыз да сұйықтықтың үстіне кішкенеден салып қамыр илейміз. Қамырды илеп жақсылап басып аламыз. Ол бізде өте жұмсақ болып шығады, қараңыз. Және қолға жабыспайтын болады. Енді бұны салафанға салып демалдырамыз бір 10-15 минутқа. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына менде сиырдың еті маймен шырынды болу үшін оның үстіне сарымсақ саламыз. Өте шырынды самсаның құпиясы, оның ішіне орамжапырақ қосылады. Менде осылай ұсақтап туралған орамжапырақты қосамын, жартысын қосамын. Және дәміне қарай қарабұрыш және тұз жақсылап араластырамын. Уақыт өткеннен кейін қамыр демалды. Дастарханға ұн сеуіп, осыдан 12 дана самса шығарамыз. Жгут тәріздес жасап аламыз да дәл ортасынан бөліп шығамыз. Қамырымызды кішкене ұнға аунатып аламыз да, оның қалыңдығы 2 мм болатындай жаямыз. Диаметрі сәл біздің алақанымыздан үлкенірек болу керек. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайтын және жұмыс істеген онымен өте оңай болады. Енді осының центрінен шетке қарай бір рет тілім жасаймыз. Тілген жеріміздің қасына салмасын саламыз. Кесілген жерінің бір шетін алып, дөңгелетіп, тура видеодағыдай қайырып шығамыз. Айналдырып, екінші тілген жерге алып келеміз. Енді тура видеодағыдай астын түйіп жабыстырамыз. Міне жабыстырып алдық. Енді бұны аударамыз. Көрдіңіздер ме, қандай әдемі болып шықты. Енді қалған қамырдың бәрімен тура солай жұмыс істейміз. Міне біздің самсаларды түйіп болдық. Енді бұның бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Сарысын жағып шықтық. Енді әдемілігі үшін бетіне күнжіт себеміз. Енді қызып тұрған 180 градустағы пешке 40-45 минутқа саламыз да беті қызарғанша пісіреміз. Міне біздің самсалар пісіп шықты. Олар суды, қараңыздар қандай әдемі болып шықты. Көлемі үлкейіп, тура тюльпан сияқты болып шықты. Енді ортасын тексеріп сіздерге көрсетейін. Біреусін алып, ортасынан кесемін. Міне қараңыздар. Осындай әдемі, жұп жұмсақ болып піседі.